Көп созбай бірден Ақжарқынды шақырайын. Сәлем Ақжарқын, отыра бер, қазір Бека бізде бар жөндей жатар. Біз әзірше әңгімелесіп алайық, иә? Ақжарқын, кеше ғана айтып кеттің, келген үміткер тосын сыйларын, өзінің сезімін, осы тікелей эфирге келгенде ғана емес, сонымен қатар кездесуде, эфирден тыс кезде соның бәрін жасаса, онда қыздың жүрегі жібиді деп. Сенің жүрегіңде бар ғой оның ішінде, е? Иә, барлықтарыңызға қайырлы күн. Иә, енді әрине барлығына да солай қатысты деп ойлаймын. Енді ол екі жақтан да егер таңдап жатып, ары қарай арақатынас жалғасып жатқан жағдайда, сол кезде үміткер көбінесе көңілді эфир емес, эфирден тыс бөлу керек та. Ал эфирге сол көңілі жақсы бөлінгендіктен эфирге әңгіме өзінен өзі өрби береді. Ал егер де эфирден тыс көңіл бөлмесе, эфирге келіп отырасың, не айтамыз деп сол. Дұрыс айтасың, өте дұрыс. Сондықтан келетін үміткерге жақсы ақпарат деп ойлаймын, көңіліне тоқып алсын. Ақжарқын, жалпы көп болды сұрамағалы, мүлдем сұрамаған да сияқтымын. Ата-аналарың асықтырып жүрген жоқ па? Тезірек үйлен, қызым деген, тезірек тұрмысқа шық дегендей. Енді біздің салт бойынша, егер қыздың өзі немесе ұлдың өзі таба алмаса, онда ата-аналары іздейді ғой. Аттастырып, жақын достарының ішінен ұлдары болса, таныстырып дегендей бір әрекет жасайды ғой. Ондай дүние болды ма сенде? Жоқ, ондай дүние осы күнге дейін болған жоқ. Негізі ата-анам өте қарапайым, керемет жандар. Негізі әкем енді әрине кез келген қыздың ата-анасы, қыз баласы ұзақ тұрмысқа шықпағаннан кейін, жүріп қалғаннан кейін уайымдайды. Енді оны көрсетпеуі де мүмкін, көрсетуі мүмкін. Бірақ та іштей кез келген ата-ана қатты уайымдайды, себебі қыздың мұраты кету ғой, оның үстіне ертерек кету. Енді осылай енді біздің кетпей қалғанның себебі де осы шығар. Себебі бар. Енді әзірше ондай әңгіме болған жоқ, е? Қатты ондай айтып жатқан жоқ, бірақ әрине тұрмысқа кеткенімді қалайды. Өзім де қалап жүрмін соны. Ана атанғым келеді, келін болғым келеді дегендей. Кез келген қыз жүріп қалғысы келмейді деп ойлаймын. Сондықтан енді немере сүйгісі келеді ғой сонымен қатар. Әрине. Ата-анаңның немерелері бар ма? Бар, бір немересі бар, бір қыз бала. Енді ата-анам жас кісілер емес, пенсиядағы кісілер. Әкем. Сондықтан да әрине немере көргісі келеді. Ол үшін мен де тездетуім керек деп ойлаймын. Иә, ал ендеше барлығы өз қолыңда. Әрекет жасасаң, нәтижеге жетесің міндетті түрде. Оның үстіне үміткер келіп отыр. Соңғы үміткер деп сенейікші. Иә, ортаға шақырайық ендеше, келіңіз. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Қуаныштымыз, танысайық әуелі. Менің атым Бейбіт болады. Бейбіт. Қайдан келдіңіз, Бейбіт? Ау? Қайдан келдіңіз? Мен осы Қарасай ауданы, поселок Долан. Жақ жақын екен ғой? Думан ба? Долан. Қаскелең жақта. Қаскелеңге жетпей ғой. Иә. Жасыңыз қаншада? 34. 34-те. Дұрыс. Ақжарқын қай қасиетімен ұнады сізге? Ақжарқын ашық, мінезі ашық. Такая неді бана. Күліп жүреді, ылғи күліп бана, күлімсіреп. Сол жағы ұнады. Дұрыс. Дәл сондай қыз. Ал ендеше Ақжарқын, кезек сенде. Бейбіт, қош келдіңіз. Бойыңыз неше? Бойым 1,65. 65. Менде 1,63. Сенде бойға қарайтын болдың ба? Жоқ, қарамайым. Бойым салыстырып отырмын. Қарамайым дегенде менен бәсе Альмирадан жұқты ма десем? Жоқ, сынықтан басқасын бәрі жұғады ғой деп па. Бірақ бой ұзын болған әрине жақсы ғой. Енді бұйыртқан болады. Енді қазір енді біздің жасымызда бой, анау мынау деп әңгіме айту ұят сияқты. Сондықтан Бейбіт, қош келдіңіз.
Мамандығыңыз қандай? Мамандығым темір жол мамандығы, инженер-механикпін на вагонах. Бұрын үйленгенсіз бе? Я үйленгем. Бала бар ма араларыңызда? Бала бар, бұрынғы әйеліммен тұрады. Неше жаста балаңыз? 6-ға толады сентябрьде. Ұл бала, иә? Ұл бала, иә. Ажырасуларыңыздың себебі неде болды? Ой, өте ұзақ әңгіме болып кететін сияқты. Жарайды, оны айтқыңыз келмесе өзіңіз білесіз. Жоқ, негізі әңгіменің барлығын айту шарт емес, сіз тек қана себебін айтсаңыз болады. Өйткені бұл жерде түсінбей қалды, бір-бірімізді қиын түсінеміз да. Ау. Мінезі сай болмай қалды деймін да. Негізі қанша жыл тұрдыңыздар? 1 жыл тұрдық. 1 жыл. 1 жыл тұрдыңыздар ма? Одан кейін қосылу мүмкіндіктері болған жоқ па бірге қайтадан? Кеткен, сол 1 жылдың ішінде кетіп, мен артынан барып, сойтып, алып келіп, қайтып. Үйден кеткен болатын. Заңды некеде болдыңыздар ма? Иә, заңды неке. Қазір енді ол қыз тұрмыста емес, е? Жоқ, тұрмыста емес. Балаңызға алимент төлеп көмектесіп тұрасыз ба? Жоқ, алимент төлемеймін, жұмыс істемеймін қазір, уақытша. Бұлай ешқандай да көмек көрсетпейсіз? Жоқ, көмектесем, подарка киімдерін, бана нелерін апарып берем. Кездесулер жиі бола ма? Жоқ, жиі болмайды. Өнерге қатысыңыз бар ма? Жоқ, өнерге жоқ. Бойыңыз